Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен американский пончиктер жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, пышный болып шығады. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Кейін құрғақ ашытқымызды салып, қантымызды, тұзымызды салып, жұмыртқа саламыз. Венчиктің көмегімен немесе осылай вилкамен жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп, араластырып болғаннан соң, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осылайша жартылай илеп болған кезінде бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сары майымыз толықтай қамырмен араласуы қажет. Толықтай қамырға сіңуі қажет. Миксер болса, миксермен қамыр илесеңіздер болады. Көп илесеңіздер, толықтай сіңіп, қамырымыз жұмсақ, өте керемет болып шығады. Мінекей араласып болды. Енді қамырымыз ашуы үшін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Менде 2 сағатта ашыды. Негізі 1,5-2 сағатта толықтай ашитын болады. Рецептер ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді азырақ ұн сеуіп, қамырымызды біркелкі етіп жаятын боламыз. Қамырымыз қатты қалың, немесе қатты жұқа болып қалмау керек. Шамамен 1-2 сантиметр қалыңдықта болуы қажет. Мінекей қамырымызды жайып болдық, енді формаға келтіреміз. Менде осылай қамыр кесетін бар еді. Менің көзіме кішкене көрінгеннен кейін осылайша стаканмен кескен болатынмын. Дөңгелек қып, осылайша формаға келтіріп кесетін боламыз. Мінекей толықтай барлығын кесіп болдық. Енді ортасын осылайша насатканың көмегімен кессеңіздер болады. Егерде насатка болмаса, баклажканың крышкасымен, кез келген кішкентай затпен, дөңгелек затпен кессеңіздер болады. Мінекей барлығын кесіп болған соң, бетін сүлгінің көмегімен жауып, 15-20 минутқа көтерілуге қоятын боламыз. Және де газге майды орташа отта қыздырамыз. Қатты қызып кетсе, біздің пончиктеріміз бірден пісіп, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта қыздырып бастап, орташа отта пісіріп алатын боламыз.
Пончиктарымыздың асты қызарды, енді келесі бетін осылайша айландырып қызартып аламыз. Піскен пончиктарымызды салфетка төсеп, соған жаятын боламыз, майын құрғату үшін. Енді келесі кезекте бетіне жағатын шоколадты дайындаймыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Осылайша 100 грамм шоколадқа 15 грамм сары май қосып ерітіп алдым. Сіздер сливки қосып ерітсеңіздер де болады. Микроволновкаға салдым. Міне пончиктерімізді шоколадқа батырып, осылайша конфетиктермен сәндесеңіздер болады. Барлығын батырып, түрлі түсті конфетиктермен, түрлі түсті шоколадтармен сәндесеңіздер болады. Мен тек қана қара шоколад жақтым. Балаларға өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Орташа отта пісіргендіктен осылайша арасы шикі болмай, әдемі көтеріліп, таза пісіп шығатын болады. Өте дәмді шықты. Ас болсын баршаңызға.